2024 жылдың маусымы дәл осы үйден, дәл осы есіктен небәрі 1,5 жастағы қыздың мәйіті шықты. Бейкүнә сәбиді өзінің анасынан да жақын болған күтушісі өлтірген. Жантүршігерлік оқиғаға не себеп болды? Қыз қасақана өлтірілді ме, әлде абайсызда қаза тапты ма? Бұл істің ақ қарасын сот процесіне қатысып анықтаймыз. Армысыздар? Сіздермен заң алдында. Анасы жұмысының көптігінен босамаған соң 2023 жылдың күзінде бала бағатын әйелді OLX арқылы тауып қызымен бірге ұлын да сеніп тапсырған. 3 айдан кейін ұлын өз үйіне әкеліп алғанымен қызы сол әйелдің қолында қала берген. Бейтаныс болса да бала күтуші әйелге тез бауыр басып кетті. Анасында еркелеп құшағына ұмтылатын. Алғашында әйел де мейіріммен қарады. Өзі бірнеше баланың анасы болғандықтан қылығы енді шыға бастаған сәбимен тіл табысу қиынға соқпаған. Алайда араға 10 ай өткен соң кішкентай қыз оның үйінде өлі табылды. Адам айтса нанғысыз оқиғаның жай-жапсарын білу үшін ауданаралық сотқа келдік. Бірінші аптадан бері бұл жерде осы істің сот процесі өтіп жатыр. Бүгін жарты сөз кезегі. Саламатсыздар ма, отырыңыздар? Сот залына кіріп жайғастым, қапыда қызынан айырылған жәбірленуші де осында, ал сотталушы арнайы орынға қамалған. Жас бала Полюхович Сейдазимованың жанында ұзақ уақыт болуына байланысты, оны анасы деп ойлап, Сейдазимованың қолына көтеруін сұрап, нәресте болуына байланысты өзіне назар аударуды сұрайды. Өз кезегінде Сейдазимова баланың еркеліктеріне артылуына бастап, анасының, яғни Полюховичке қызын тез арада алып кетуін және қалған қарыздарды өтеуін талап етеді. Бұл істі түсіру барысында біз осы мемлекеттік айыптаушы мен судьяны ғана көрсете аламыз. Себебі сотталушы да, сәбидің анасы да кадрға түскісі келмеді, қарсы болды. Құрметті сот, мен қарсымын, өйткені ол басынан бастаған жоқ, аяқ астынан келіп тұр. Балаға деген дұшпандықты сезініп, бала мазасыз ізденімпаз екенін біле тұра, және төменге 2 қабатты кереуеттен өздігінен түсе алмайтын біле тұра, оған сақтық шараларын қолданбай, төсектің 2-ші деңгейіне жатқызып жүреді. Одан бөлек, жас бала Полюхович мазасы болмай, жылаған кезде оның бағына тітіркеніп, бүкіл денесінен шымшып, бөксесінен басынан ұрған. Осыдан кейін прокурор 20 маусымда болған оқиғаны баяндап, жүректі сыздатты. Ол күні ұйқыдан оянған сәби жөргегіне былғап қойған. Бұл бала күтушінің ашуын туғызып, күні бойы ұрып соққан. Мемлекеттік айыптаушының айтуынша, үйде ешкім жоқ кезде Сейдазимова қос қолымен қылқындырып өлтірген. Алайда сотталушы мен оның адвокаты да бұл айыппен келіспейді. Негізі бұл абайсызда болған. Кішкене бала ваннаға түскен, өзімен бірге шығып кеткенде, ана ваннаға түсіп кеткен ғой. Сонда бұл жүгіріп келеді, сасқалақтап 2 қолымен мойнынан көтеріп жұлып алады ваннадан. Кроватқа келгенге сол кезде видимо ізі қалып қалған ғой. Содан қайтыс болған негізі. Сондан кейін өзі скорый шақырады, полиция шақырады. Қалайша алдында отырған бала кенеттен су астына түсіп кеткенде, оның салмағының қозғалысының өзгеруін судың шылп еткен даусын естімеді. Сұрақ көп, сотталушының өзі не дейді? Сол күн ваннаға түспегенімде баламен ол өлмеген болады. Оның судағы тұншығып жатқанын көріп, мен сасып қалдым. Мен қасақана ойып, мен көтерген жоқпын. Мен сасып қалдым, асығып көтеріп алдым. Сол кезде бала демалмай жатыр екен. Оның қайта есін жиған көмектестім. Бірақ содан кейін ол жақсы болмады. Ол содан кейін көзін ашқан жоқ. Мен жай ғана температура деп ойлап, мен дәрі салып, ол температурасы түсті деп қуанып жүргенде ол өліп қалған екен. Зар еңіреген әйел ентігіп сөзін жалғастыра алмады. Мұны байқаған судья үзіліс жариялады. Болыңыз бай? Сотталушы Сейдазимова. Үзіліс керек па? Үзіліс керек па, или болдыңыз бай? Үзіліс керек па? Жақсы, онда 15 минут үзіліс жариялайық. Қазір сот залында айтылып жатқан әрбір сөзді қабылдау мына тұрған мен үшін қиынға соғып отыр. Ал баласынан айырылып осының бәрін өз құлағымен естіп отырған
ананың жағдайын бір сәт ойлап көріңізші. Жалпы бұл істе үкім шығару судья үшін де қиынға соғары сөзсіз. Так, сотталушы Сейдазимова, жас сөзін жалыстырыңыз. өзім ешқашан кешіре алмаймын. Енді қолымда көптеген балалар болды, басқа да балалар болды. Ешкімде маған жаман пікір қалдырып немесе ұрысқан жағдайлар болмаған. Мен кінәлімін. Мен сіздерден кешірім сұраймын. Салғырттығыма осындай осы істі допускать еткеніме бәріне кінәлімін деп мен қасақана өлтірген жоқ. Прокурор болса қасақана өлтірді деген сөзден таймады. Оны дәлелдеу үшін нақты дәлел дәйектер келтірді. Құрметті сот тергеуі барысында сотталушы Сейдазимова өз кінәсін мойындамады. Сотталушының сот тергеуі барысындағы берген жауаптарының барлығы өз кінәсін жоққа шығарып, жас баланың өліміне қатысы жоқ екендігін көрсету, осылайша жауапкершіліктен жалтару және тағылған айыптан қорғанудың тәсілі деп санаймын. Жәбірленуші Диана Полюхович сотталушыға еңбек ақысын біраз уақыт төлей алмай жүрген кезде ғана кикілжің орын алғанын көрсеткен. Бұл ретте жәбірленуші қызы Полюховичті алып кеткісі келгенде сотталушы тарапынан толық ақша қаражатын жіберген кезде ғана баланы аласың деген сипаттағы қорқытулар түскендігін мәлімдеді. Құрметті сотталушының кінәсі толық дәлелденді деп санаймын. Дәлел ретінде мемлекеттік айыптаушы медициналық сараптама қорытындысын әкелген. Онда баланың ауа жетпей тұншығып өлгені, мойын, бет, ерін, қол, аяқ және жамбас тұстарында көгерген іздері қалғаны, сондай-ақ миы жарақатталғаны жазылған. Құрметті сот, Сейдазимованың тергеу кезінде берген жауаптарын дәлелдемелер қатардан алып тастауыңызды сұраймын. Сотта берген жауабым нақты солай болған деп қабылдауыңызды сұраймын. Берген жауабым бәріміз білмейтін ғой. Отырыста жәбірленушіге де сөз берілді. Қызынан айырылған жас ана әлі де сенер емес. Күтушіні талай жылдан бері танығандықтан, оны қасақана қылмысқа қимайтынын айтты. Эльвира екеуміздің арамызда ешқандай ұрыс-керіс болған емес. Ол балаға жақсы қарады. Қызым да туған анасындай жанынан шықпайтын. Эльвира қызымды ұрып, шымшыған болса, ол оған жақындамаста еді. Қасақана өлтірді деп ойламаймын. Жалпы бұл іс Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 3 бөлігі бойынша, яғни қасақана баланы өлтіру дерегімен қарастырылып жатыр. Мұндай қылмыс үшін өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Алайда қылмыстық кодекстің 46 бабына сәйкес әйел адамдарға мұндай жаза тағайындалмайды. Сотталушы да, оның қорғаушысы да істі абайсызда адам өлтіру бабы бойынша қайта қарауды сұрап отыр. Тағылған айыппен мен мүлде келіспейміз. Өйткені қазір тағылған айып қасақана жасалған делінген, негізі бұл абайсызда болған. Бұл негізі баппен Сейдазимованың әрекеті Қазақстан Республикасының 104 бабының абайсызда өлтірген қылмыс болып саралану керек еді. Бұл өзі егер өлтіретін болса, бұл 23 жылдан бастап сол баланы өзі тәрбиелеп берсе, өлтірсе сол 23 жылдан өлтірмей ме? Тараптар толық тыңдалғаннан кейін сотталушының соңғы сөзін тыңдадық. Бұл жолда жылаған әйел жәбірленушіден кешірім сұрады. Қазақша алдыңыз. Я так не могла. Мне всегда казалось, что я люблю ее больше. Прости меня, я специально не могла ее любить. Осылайша сотталушы қайта тергеу изоляторына, жәбірленуші үйіне кетті. Көп ұзамай екеуі қайта кездеседі. Бірақ ол кезде ешқайсында да сөйлеуге мүмкіндік болмайды. Себебі судья үкім шығарады. Бұл істе тараптар қылмыс қасақана я болмаса абайсызда жасалды деп біраз тартысты. Жалпы мұндай сот отырысында бұл жиі кездеседі екен. Оны тәжірибелі заңгер де айтып отыр. Қылмыстың алдында не болды? Оның өмірінде не бар? Әкеден зорлық, анадан зорлық, бауырлардан не зорлық көрді? Тәжірибеге келетін болсақ, қылмысты әдейі жасады, тікелей пиғылмен жасады, не болмаса жанайы пиғылмен жасады деп дәрежелеу бұл үлкен проблема. Қылмыс жасап жатқан кезде адамның ішіне ешкім кіріп шықпайды. Сол себепті біз адамның жасаған әрекетімен сонымен бағалауға мәжбүрміз. Соттарға психологиялық тұрғыдан үлкен нагрузка болады да. Сондықтан олар не істейді? Олар айыптау қорытындымен жұмыс істейді. Тергеу үстінде қандай жауап берілді, кім берді, қалай берді деп. Сотқа үлкен салмақ, ондай үкім шығарудың өзінде оңай зат емес. Әлеуметтікке қатысты сұрақтардың бәрі былай балтамен
бір ұрып екіге бөле салып шешетін сұрақтар емес. Араға көп уақыт салмай сот мекемесіне қайта оралдық. Бірер сәттен кейін төрағалық етуші үкім жарияламақ. Бұл жолы судья том-том құжаттарды кабинетте қалдырып, тек көк папканы ғана алып шықты. Оның ішінде үкім жазылған. Сот үкім етті. Сейдазимова Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабының 3 бөлігінде көзделген қылмыстық құқық бұзушылықты жасағаны үшін кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодексінің 50 бабының 3 бөлігінде сәйкес кәмелетке толмағандармен жұмыс істеумен байланысты қызметтерді атқаруға 10 жылға тыйым сала отырып, 20 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Бұдан кейін судья не себепті мұндай үкім қабылдағанын түсіндірді. Барлық жауаптар мен сараптама қорытындылары негізінде бала күтуші әйелдің қасақана кісі өлтіргендігі дәлелденді. Осымен сот отырысы жабық деп аяқталды. Сау болыңыздар. 20 жылға бас бостандығынан айырылған әйелдің артында 4 баласы қалды. Бұл іске қатысты үкім әзірге заңды күшіне енген жоқ. Жалпы бұл оқиғаға ұқсас жағдай 2022 жыл Жетісуда да орын алды. 3 жасар баланы күтушісі өлімші етіп сабап, бүлдіршін ауруханада көз жұмды. Кінәлі әйел 10 жылға сотталды. 2023 жылы Алматы облысындағы Жаңалық ауылында 1,5 жасар сәби күтушінің қолынан мерт болды. Қазір халыққа бұл бала күтуші сұраныс тудырып тұр. Сондықтан да іздеген адамның тарапынан да белгілі деңгейде мүдделік болу керек. Еңбек кодексі төңірегінде бұл мәселе талқылану керек. Статистикаға көз жүгіртсек, қылмыстың ауыр түріне жататын қасақана бала өлтіру бойынша 2022 жылы 6 адам сотталды. 23-те 9, ал 2024 жылы 12 адам абақтыға қамалды. Ал биылғы жылдың 6 ай ішінде 2 қылмыскерге қатысты үкім шықты.